Жылдам хабарнама. Тек қана Өзбекстанда ғана емес, Индонезияда 200-ге бала сироптан қайтыс болды. Бұған не себеп болды? Сәлеметсіздер ме достар? Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Билік өлімге ацетаминофен негізіндегі сироптың құрамында анықталған екі қауіпті компонент себеп болған анықталды. Этиленглюкол және де диэтиленглюкол. Өзбекстанда Докпр-Макс сиропының балалардың өліміне сироптың диэтиленглюкол және немесе этиленглюколдың болуына байланысты болған. Гламле балалар Үндістанда фармацевтикалық компаниясы жасаған жөтел сиропын ішкеннен кейін де қайтыс болды. ДДО бұл туралы мәлімдеме жасап, препаратты қабылдағаннан кейін бүйректің зақымдағанын атап өтті. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.